Саламатсыз ба, құрметті әріптестер? Бүгінгі сіздердің назарларыңызға сабақты зерттеу тәсілін ендіруде мұғалімдердің бақылау дағдыларын дамыту тақырыбы бойынша вебинар ұсынып отырмыз. Құрметті әріптестер, сіздерге естіліп отыр ма? Чатқа жазсаңыздар. Жақсы, рахмет. Осы вебинардың тақырыбының таңдалу себебі бүгінгі таңда сабақты зерттеу тәсілін көптеген мұғалімдер өз мектептерінде оқыту үдерісіне ендіруде. Осы тәсілді ендіру барысында негізгі элементтердің бірі бұл мұғалімдердің бақылау дағдыларының болуы. Сондықтан осы үдерісті біз тренерлер тарапынан қолдау жұмысын жүргізу барысында бірқатар қиындықтар болып жатқанын анықтадық. Сондықтан осы вебинарды дайындап сіздерге өткізу, жоспарлап сіздерге өткізуді жөн көрдік. Жалпы семинардың мақсаты мұғалімдердің сабақты зерттеу тәсілін ендіруде оң нәтижеге жету үшін дұрыс деректерді жинау, яғни бақылау дағдыларын дамыту әдістерін ұсыну болып табылады. Семинар барысында сіздер өздеріңіздің туындаған сұрақтарыңызды мына чатқа жазып отырсаңыздар болады. Жалпы осы семинар үдерісінде сол сұрақтарға мен жауап беруге сіздермен тырысамын. Яғни тікелей қарым-қатынаста болайық. Құрметті қатысушылар, қалай ойлайсыздар, мынау бақылау тәсілдерін біз неліктен қолдануымыз керек? Жалпы бақылау үдерісі не үшін қажет деп ойлайсыздар? Жалпы бақылау дегеніміз, мысалға, ол зерделеу, назар аудару, көру, байқау, соның нәтижесінде қорытынды шығару болып табылады. Бақылау дағдысы адамның өмірінде өте маңызды дағды деп есептейміз, себебі бұл тек қана оқыту үдерісінде емес, жалпы адамның өмір сүруінде керекті маңызды дағды болып есептелінеді. Ал енді оқыту үдерісінде осы бақылаудың артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталатын болсақ, оның артықшылығы, яғни басымдықтары, оқушылардың іс-әрекетін табиғи ортада нақты уақыт кезінде бақылауға және валидті ақпарат алуға мүмкіндік береді. Бақыланған объектіні, үдерісті, құбылысты біреудің айтуы бойынша емес, өз көзіңізбен көруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар адамдардың өздері туралы шынайы ақпарат беру ықыласына және мүмкіндігіне тәуелді емес. Кемшіліктеріне тоқталатын болсақ, субъективті факторларға, яғни бақылаудың алған әсеріне, ұстанымына тәуелді. Көп уақыт пен қаражатты талап етуі мүмкін. Адамдардың неліктен осылай жасап жатқаны туралы түсінігіңізді арттырмауы мүмкін. Келісесіздер ме? Жалпы осы бақылау үдерісінде оқыту үдерісінде бақылау жүргізілген кезде бұл мақсатты ұйымдасқан және белгілі бір түрде зерттелетін объектіні тұрақты қабылдау болып есептелінеді. Осы орайда бақылаудың жүйелі бақылау, жүйесіз бақылау, сонымен қатар саналы, санасыз ішкі бақылау, санасыз сыртқы бақылауды, қоршаған ортаны бақылауды біз анықтай аламыз. Және жаппай бақылау және іріктеп бақылау. Сонымен қатар тағы да қандай бақылау түрлерін білесіздер? Мына чатқа сұрақ қойып отырсаңыздар. Жалпы оқыту үдерісінде сонымен қатар мына құрылымдалған және құрылымдалмаған бақылау түрлерін жасырын және ашық, табиғи және жасанды ортада, синхронды және синхронды емес, қатысушы және қатысушы емес бақылау түрлерін ажырата аламыз. Енді осы айтылған бақылау түрлеріне тоқталатын болсақ, құрылымдалмаған бақылау мұғалімдердің дәстүрлі бір-бірінің сабағына ену барысында сабақ үдерісін түгелімен басынан соңына шейін жазба жүргізу әдісін айтуға болады. Сонымен қатар жартылай құрылымдалған бақылауда нақты аспектіні анықтап, соған қатысты бақылау жүргізуге болады. Сонымен қатар құрылымдалған бақылауда нақты анықталған фокусқа мұғалімнің кодталған белгілері арқылы тиімді бақылау жүргізуге болады. Осы белгілер бақылаушының өзіне түсінікті ғана болуы мүмкін.
Сонымен қатар мына 8 сурет әдісі қолданылуы мүмкін. Жасалған суреттердің ішінен зерттеу фокусына қатысты 8 сурет іріктеліп, сол талдау барысында қолданылуы мүмкін. Өте жақсы тиімді әдістің бірі таймлайн болып есептелінеді. Сабақ үдерісі, сабақ уақыты бірнеше кезеңдерге бөлініп, нақты сол кезеңде не болғанын, сол деректерді жазып алу, түртіп алу әдісі жақсы көмектеседі. Мына бақылаудың графикалық әдісі бәрімізге танымал, яғни сыныптың ішінде парталар қалай жайғасқан, яғни әр оқушы қай жерде орналасты сабақ барысында, олар бір-бірімен қалай қарым-қатынасқа түсті, қаншалықты қай оқушымен жиі қатынасқа түсті, кімнен қандай көмек сұрады, соны графикалық түрде белгілеп отыруға өте тиімді жақсы графикалық әдісі болып табылады. Сабақтың барысында сонымен қатар транскрипт әдісі өте тиімді болып есептеледі, өйткені сабақ барысында балалардың айтқан нақты сөздері, мұғалімнің айтқан нақты сөздері, қойған сұрақтары, тапсырманы бергендегі нұсқаулықтарды нақты жазып алу мүмкін, нақты фразаларды түртіп алсаңыздар болады. Бұл да бақылаудың тиімді әдістерінің бірі болып табылады. Мадина әріптесім lesson study үдерісіне алсақ болады ма дейді. Әрине, бүгінгі тақырыбымызда осы сабақты зерттеу деген тәсілінің өзі lesson study болып аталынады. Қазақстандық біз осы әдісті сабақты зерттеу деп біз өзіміз аударғанбыз ресми түрде. Lesson study үдерісінде осы бақылау әдісі, бақылау үдерісі нақты негізгі даже элементтерінің бірі болып табылады. Транскрипт өте жақсы әдіс екенін сіздер анықтадыңыздар. Тағы да бір назар аударатын жағдай, дәл осы сабақты зерттеу, яғни lesson study үдерісінде оқушының сабақ барысындағы белсенділігін, іс-әрекетін және оның не үйренгенін зерделеуге, қадағалауға бағытталған. Ал сабақты зерттеу тәсілі мұғалімнің оқыту тәсілдерін, іс-әрекетін, мінез-құлқын қадағалауға бағытталмаған. Осыны сіздер нақты өздеріңіздің сабақты зерттеу тәсілін ендіруде назарда ұстасаңыздар. Дәстүрлі түрде біз өзіміз сабақ бақылаған кезде көп жағдайда мұғалімнің әрекетін бақылаймыз. Сұрақты қалай қойды, тапсырманы қалай берді деген сияқты. Жоқ, соның бәрін біз оқушының әрекеті арқылы бағалауымызға болады. Сол үшін біз оқушылардың әрекетін бақылауымыз керек. Яғни фокуста оқушылардың әрекеті, оқушылардың оқуы болу керек. Бақылауды кім, қайда, қашан қолданылады? Әрине, барлық адамдар өмірдің кез келген саласында әрқашан қолданылады. Мысалы, ата-аналар үйінде балалардың қалай ойнап жатқанын, қалай сабақ үй тапсырмасын жасап жатқанын, немесе тұрмыстық бір әрекеттерді, сіздің берген тапсырмаңызды қалай орындап жатқанын сіз бақылауыңызға болады. Сол бақылау арқылы көптеген қорытынды шығып, балаларыңызды әрі қарай дамытуға көптеген деректер аласыздар. Жалпы бақылау қайда, қашан, қанша уақыт созылуы мүмкін? Оқыту үдерісінде өзгеріс ендіру сәтінде қолданылады. Яғни сіз өзіңіздің оқыту үдерісіңізге бір әдісті жаңаша алғаш рет өзгеріс ендіру үшін қолдану кезіңізде сол әдіс қалай ықпал ететінін байқау үшін бақылау жүргізесіз. Жаңаға жоғарыда айтылған бақылаудың бір түрін таңдап жүргізуіңізге болады. Және болып жатқан жағдайдың тұтас бейнесін білу үшін жүргізіледі. Жалпы сабақ барысында бақылау тікелей 1,5 сағаттан аспауы мүмкін. Егер сіз бейне бақылау жүргізетін болсаңыз, ол одан да көп ұзақ уақыт болуы мүмкін. Сонымен қатар бақылау ұзақтығы жалпы мақсатқа сай зерттеу сұрағының күрделілігіне қарай қысқа, орта және ұзақ мерзімді бола алады. Бақылау барысында мынандай нұсқаларды ескерсеңіздер. Яғни ересектер мен балалар өздерінің мәселелеріне сай бақылау жасайды. Мысалы, мұғалімдер оқушыларды зерттеу үшін, оқушылар тәжірибесінің өмірлік маңызын түсіну үшін бақылайды. Сонымен қатар бақылауды қолданғанда қандай сұрақтар туындауы мүмкін? Әрине, бұл жерде көптеген
келісім шарттар жасалу керек. Ол оқушылармен, ата-аналармен, мектеп әкімшілігімен келісуіңіз керек. Мысалға, ата-аналармен келісім жасау барысында сіз бақылауды бір ғана түрін емес, бірнеше түрін қолданасыз. Өйткені сабақты зерттеу тәсілін ендіруде сіз бір емес бірнеше цикл өткізесіз. Сол цикл өткізу барысында бақылаудың әртүрлі түрін қолдануыңыз мүмкін, тәсілін қолдануыңыз мүмкін. Сол кезде фотосуретке түсіру, бейне жазбаға түсіру әдістері болуы мүмкін. Ал кейбір ата-аналар өзінің баласының кадрға түсуін қаламайды. Міне сол зерттеу жұмыстары және бақылау жұмыстары не үшін жүргізілетінін нақты түсіндіру үшін ата-аналар жиналысында осы мәселелерді көтеріп, олардан мүмкіндігінше жазба түрінде келісімдерін алғандарыңыз дұрыс. Міне бақылаудан алған деректерді біз қалай қолданамыз? Әрине бұл сұрақ келесі біздің вебинарымыздың мәселесі болуы мүмкін. Бақылауды ұйымдастыру жөнінде қандай кеңестер? Мына кеңестерге назар аударсаңыздар. Яғни мектеп басшылығымен кеңесіңіз. Қай сыныпта, қай пәнде сіздер осы сабақты зерттеу тәсілін ұйымдастырасыз және қандай мәселе бойынша соған қандай бақылау жүргізесіз? Бақыланып жатқан топқа міндетті түрде өзіңізді таныстырыңыз. Жазбаларды жазған кезде бақыланатын топқа көрсетпеңіз. Сіз не жазып отырсыз? Неге назар аударып отырсыз? Міне сол сіздің жазбаларыңызды бақыланып отырған оқушылар сезбеу керек және сіздің жазбаларыңызды көрмеу керек мүмкіндігінше. Бақыланып жатқан топтың жұмысына сіз кедергі келтірмеуіңіз керек. Сондықтан өзіңіздің бақылау позицияңызды дұрыс таңдауыңыз керек. Яғни осы бақылауға дайындық жұмысын жүргізу үшін алдымен бақылау тақырыбын, нысанын, жағдайын нақты анықтап алу керек. Бақылау тәсілі мен деректерді тіркеу әдісін сіздер нақты таңдауыңыз керек. Және бақылау жоспарын жасауыңыз керек. Бақылау материалдарын дайындау барысында нақты сұрақтар және жазып алу, түртіп алу түрлерін анықтауыңыз керек. Нәтижелерді өңдеу әдістерін таңдауыңыз керек. Мысалға, осы lesson study бойынша мұғалімдерге арналған нұсқаулықта Pedatly бойынша сабақты бақылау парақтарының нұсқалары бар. Өте ыңғайлы, керемет жасалған. Осы парақтың өзінде де бірден бақылаудан кейінгі талқылау мәселелерінде енгізсеңіздер болады. Яғни бақылау үдерісінде сіз бақылаушылар мен бақыланатындарға мейірімділікпен жайлы жағдай жасауыңыз керек. Бақыланатындарға сездірмей бақылау жүргізуіңіз керек. Оқыту мен оқу үдерісіне кедергі келтірмеуіңіз керек. Яғни позицияны дұрыс тауып, тұрып бақылағаныңыз өте маңызды. Неге десеңіз, сіз сол позицияда сыныпта болып жатқан жағдайды бақылау ыңғайлы болады. Және бақылау парағын тиімді қолдануыңыз керек. Қосымша жазбалар, яғни бақылай отырып рефлексия жасап, қосымша жазбаларды жасап отырғаныңыз өте тиімді болады. Бақылаудың нәтижесінде қандай деректер алынуға болады? Егер әрине сіз бейне жазсаңыз, бейне материал, аудио жазбалар, фотосуреттер және транскрипт бойынша оқушылар мен мұғалімдердің айтқан нақты сөздерін ала аласыз. Енді осы деректердің қаншалықты күшті және әлсіз екендігіне тоқталатын болсақ, бұл деректердің күшті жағы нақты дәлелдер мен фактілер жинайсыз. Қарым-қатынас пен мінез-құлықты түсіну мүмкіндігі туындайды сізде. Және сапалы сипаттамалар аласыз. Енді әлсіз жағына тоқталатын болсақ, әрине шектеулі қамту жасайсыз. Бақыланушылардың ыңғайсыз сезіну мүмкін. Өйткені олар сіздің сабаққа қатысып, бақылап жатқаныңызды бәрібір сезетін болады. Және куәгерлік қағидат осы жерде туындайды. Және бақылаушының пікірі мен көңіл күйі әсер етуі мүмкін. Енді бақылау нәтижелерін ұсыну. Әрине ол нәтижелерді ұсыну формасы қолданған бақылау түріне байланысты болады. Тағы да өте маңызды нұсқаларды алсаңыздар, яғни нақты мақсат қою, жоғарыда айтылған этикалық нормаларды ұстану, бақылау дағдысын дамыту, дәл осы бақылау дағдысын жүйелі қолдану және міндетті түрде рефлексия жасап отыруыңыз керек. Әр бақылаудан кейін сіз қандай деректерді қаншалықты дұрыс
белгілегеніңізді дұрыс бақылағаныңызға рефлексия жасап, келесі бақылауыңызға тиянақты дайындалуыңыз тиісті. Назар аударыңыз, яғни бақылау шараларының мақсаты қандай? Алынатын нәтиже мақсатқа қаншалықты сәйкес келеді? Осы орайда өте күрделі дайындық жүргізу керек. Себебі мен қазір сіздердің алдарыңызға өзіміздің мынау мұғалімдермен қолдау жұмыстарын жүргізу барысында біраз бақылау парақтарын көрдік. Сіздің назарларыңызға соны ұсынайын деп отырмын. Қысқаша сол парақтарды сіздермен бірге талдап өтсек. Әрине мен бұл жерде мектепті, мұғалімнің аты жөнін көрсеткен жоқпын. Яғни бақылау мақсаты бұл жерде жеке, жұптық және біріккен жұмыстарының оқушылардың сұрақ қою, сұрақ құрастыру ықпалын бақылау. Зерттелетін әдіс бұл топтық, жұптық және жеке жұмыстар өзін-өзі және өзара бағалау. Әдістеменің мақсаты топтық жұмыстар арқылы оқушылар қалай оқитынын зерттеу. Осы жерде мына парақ, бақылау парағы А деңгейдегі оқушыға арналған екен. Дәл осы жерде мына А оқушы қалай жауап береді деп күтесіз. Яғни күтілетін нәтиже осы жерде нақты зерттелетін мақсатқа сәйкес болу тиіс. Енді осы жерде қарайықшы, не деп жазылған? Яғни сабақтың басталуында 10 минут дейді. Ұйымдастыру кезеңі зейінді шоғырландыру, жағымды ахуал қалыптастыру, көктем сөзіне ассоциацияны тыңдау. Осыдан күтілетін нәтиже оқушының көктем сөзіне айтатын ассоциациясын тыңдады. Қалай ойлайсыздар, қаншалықты бұл дұрыс жазылған? Және жауап берген кезінде қалай бақыланды? Көктем келгенім кеше, алғыс айту күні болғанын айтты. Осыған қатысты мұғалімдерге достарына, ата-анасына алғыс айтқандарын айтты. Осы бір ғана кезеңді бақыласақ, осы бақылау дағдысы қаншалықты мақсатқа сәйкес болып тұр? Осы туралы ойлансаңыздар. Және бүкіл бақылау парағын соңына шейін қарайтын болсаңыздар, бұл жерде мынау топтық жұмыс, жеке жұмыс, жұптық жұмыс туралы мен ешқандай бақыланған деректерді көріп тұрған жоқпын, және күтілетін нәтиже мақсатқа сәйкес жазылмаған. Өкінішке орай осындай жұмыс нәтижелерін біз байқап жүрміз. Сондықтан мына вебинарды сіздердің алдарыңызға ұсынып отырмыз. Мына Б деңгейіндегі оқушыға да дәл осындай деректерді көруге болады. Біз бұған көп көңіл бөлмей қояйық. Негізгі назарыңызды мен сіздердің осы бақылау парақтарының мақсаты және осы деңгейдегі алған баланың күтілетін нәтижесі сәйкес болуын қадағалау керек. Жаңа жоғарыда көрсеткен Listen Study'ге мұғалімдерге алған нұсқалықта көрсетілген бақылау парағының нұсқасы керемет дайындалған. Оны өзгертсеңіздер де болады, өздеріңізге ыңғайландырып, бірақ осы жерде күтілетін нәтижені нақты мақсатқа тиісті белгілену қажеттігін ескерсеңіздер. Сонымен қатар қадағалау нәтижелері назарларыңызға алыңыздар. Егер енгізілген өзгеріс жағымды, қолданған әдіс тиімді болса, жиналған деректерден бұл өзгерістерді іске асыру негізді болғанын көруге болады ма? Олай болса, бұл қандай деректер және олар нені білдіреді? Яғни осы жерде сіздердің бақылау парақтарыңызда қандай деректер алыну керек, жазылу керек? Егер бұл әдіс тиімді болғанын көрсеткеңіз келсе, сонда балалардың әрекетінің қай тұстары осы жерде белгілену керек? Сол туралы ойлансаңыздар. Егер енгізілген өзгеріс қолданған әдістің, яғни кері әсері болса, алдағы уақытта үздік нәтиже алу үшін зерттеу сабағында, яғни оқыту мен оқу тәжірибесіне қандай өзгеріс енгізу қажеттігі туралы сіз осы жерде алынған деректерге қатысты жоспарлауыңыз керек. Сіздің деректеріңіз оқушылардың оқуын өзгергенін қалай көруге болады? Осы туралы ойлансаңыздар. Бейне бақылау жасауда алдын ала келісім алу шарт па деген Мадина әріптесім сұрақ қойып отыр. Мүмкіндігінше шарт.
Өйткені қазір ата-аналардың бәрі де өте мектеппен тығыз байланыста, мектепте не болып жатыр, қандай өзгерістер ендіріліп жатыр, қандай зерттеу жұмыстары болып жатқанын олар хабардар болу керек, және ол зерттеу жұмыстары қандай бағытта, қандай режимде өтіп жатқанын олар білу керек. Соған қатысты бейне жазба жүргізілетін, фотосуреттер жасалатынын олар түсіну керек. Не үшін жасалынатынын түсіндіретін ол мұғалімнің тарапынан сондай түсіндіру жүрмелері жазылу керек. Міндетті түрде келісім шарт болу керек. Яғни сабақты бақылауда қадағалаушының әрекеті қандай болу керек. Яғни сабақ барысында мүмкіндігінше аз сөйлеңіз бақылаушы тарапынан. Сабақтың көңіл күйін, оның ағынын және қорытындысын байқау үшін сыныпта болу және сыртқа шықпауыңыз тиіс. Оқушыларға тақтада немесе басқа да жерде жазылған ілінген жазбалар мен материалдарды көрсетіліп жатқан іс-әрекеттерді көруге кедергі жасамауыңыз керек. Және оқушылармен қарым-қатынасқа түспеуіңіз керек. Түссеңіз де оны өте аз мөлшерде жасауыңыз керек. Қадағалаушы жазып алатын мәселелер, яғни қадағалау барысында келген ойларды жазыңыз. Сыныпта орын алған маңызды мәселелерді түртіп алыңыз. Оқушы қандай сұрақ түрін қойғанын соны жазып алыңыз. Мұғалімнің қойған сұрақтарын түртіп алыңыз. Оқушылардың жоғары деңгейде ойланатын мысалдарды келтіріңіз сабақ барысында болған. Және сабақта орын алған келеңсіздікті жазыңыз. Сыныптасына жүгінген немесе сыныптасының пікіріне сүйенген оқушылар санын анықтаңыз. Және оқушылардың сабақта белсенді болғанның дәлелдерін міндетті түрде түртіп алыңыз. Және бақылау барысында, жаңа айтып кеттік біз, бақылау барысында және бақылаудан кейін сіздер міндетті түрде рефлексия жасауыңыз керек. Және осы бақылау шараларын қалай жетілдіруге болады. Осы мәселе бағытында ойлансаңыздар өте тиімді болады. Және ойланып түртіп алыңыз. Сабақты қадағалау кезінде оқушылардың санасындағы өзгерісті қалай тіркеуге болатыны, ол үшін неге назар аудару қажеттігі туралы ойларды жазбаша жазу өте маңызды. Міне осыны назарға алсаңыздар. Сабақты зерттеу барысында, яғни сіздің бақылау дағдыңыз сабақты зерттеу тәсілін ендірудегі оң нәтиже жетуге апаратын, яғни дұрыс нәтижеге қол жеткізуге көмектесетін нағыз осы мұғалімдердің бақылау дағдысы. Осы сабақты зерттеу тобының немесе жұмыс тобының дейміз, сол топтағы сабақты бақылайтын әріптестеріңіз осы бақылау дағдысына көбірек көңіл бөлсеңіздер, осы вебинарда келтірген бақылау түрлерін сынап көрсеңіздер, қайсысы сізге тиімді болды. Сіздің зерттеліп отырған аспектіңіз бойынша, сіздің зерттеп отырған тақырыбыңыз бойынша зерттеудің қай түрі сізге ыңғайлы болады. Және дұрыс деректерді жинау үшін зерттеу фокусын бақылауда қай әдіс тиімді екенін сіздер ойланып, алдын ала соған дайындық жұмыстарын жүргізуіңіз қажет. Білімді алу үшін әрине оқу қажет, ал дана болу үшін бақылау қажет дейді даналар. Сондықтан мынау вебинар барысында біздің қарастырған осы материалдарымыз сіздердің lesson study немесе сабақты зерттеу тәсілін ендіруде көмегін тигізеді деп ойлаймын. Тағы да осы вебинарға қатысты сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, мен жауап беруге тырысамын. Сұрақтарыңыз болса чатқа жазсаңыздар. КМЖ-да кейде сол сабақта өзгеріс ендіріп отырамыз. Сабақта себебі таңдалған әдістің тиімді болуы немесе оқушылардың қажеттілігін ескеріп, сол сияқты бақылау нәтижелері де солай өзгерте аламыз ба? Әрине, бәрі де бақылау арқылы сіз өзіңіздің ендіріп отырған өзгерісіңіздің қаншалықты оқушылардың оқуына оң ықпалын тигізгенін, тигізбегенін бақылау арқылы анықтайсыз. Сол бақылаудан алған деректер арқылы сіз рефлексия жасап, келесі сабақта сол әдісті басқаша қалай беру керек, немесе басқаша қандай тапсырма дайындау керек, немесе сұрақты басқаша қалай қою керек деген мәселелерді көтеріп отыруыңыз керек.
Осы жерде сізге көмектесетін әрине бақылау әдісі, бақылау дағдысы. Тағы да сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Осы жерде мен мына бір нәрсені айтқым келеді. Біздің қазақ ұлтымыздың даналарының айтқан сөздері осы күнге шейін әлі өзекті екеніне мен өзім осы күнге дейін таңғаламын. Мысалға қараңыздар, ата көрген оқ жонар, ана көрген том пішер дейді. Сонда осы жерде көрген дегенді қараңыздаршы. Балалар ата анасының жасаған әрекетін бақылай отырып үйренеді. Яғни ата анасы қандай үлгі болса соны көре отырып, бақылай отырып, дәл сондай болады. Ұяда нені көрсең, қияда соны жасайсың дейді. Сондықтан осының бәрі де бақылаудың нәтижесі. Бүгінгі таңда тәрбиені бермеуіміз керек, тәрбиені көрсетуіміз керек, яғни өзіміз үлгі бола алуымыз керек. Мұғалім, қай сыныптың жаңағы мұғалім қандай болса, оқушылар да сондай дейді. Сондықтан біз оқушыларға жақсы үлгі болуымыз керек, өйткені олар бізді бақылайды. Біз қалай сөйлейміз, қалай сұрақ қоямыз, қалай оқытамыз, соның бәрін оқушылар бізді бақылайды. Сондықтан бақылау дағдысы бәріне де қажет. Тек мұғалімге емес, сонымен қатар оқушылар да бізді бақылайды. Тағы сұрақтарыңыз болса? Сонымен қатар бұл іс-әрекеттегі зерттеу әдісін ендіру барысында да бақылау дағдысы өте қажет. Тек қана сабақты зерттеу тәсілінде ғана емес, бұл екі тәсілді егіз деп айта аламыз. Өйткені екеуі де тәжірибені зерттейді, екеуінде де мұғалімнің бақылау дағдысы өте қажет. Иә, өзіңіз сияқты дейді әріптестер сыныптағы оқушыларымызды. Иә, дәл солай. Өйткені бұл бақылау нәтижесінде айтылып отырған ой пікір. Сабақты зерттеу тәсілін ендірудегі бақылау дағдысына қатысты сұрақтарыңыз болса? Осы вебинардағы негізгі ой сіздерге ұсынайын дегенім, осы бақылау парағындағы қарастырылып отырған, зерттелініп отырған мәселеге бақылау фокусы сәйкес келсе, міне осыған өте үлкен назар аударсаңыздар. Дәл осы орайда бақыланатын оқушының деңгейіне қатысты күтілетін нәтижелер, яғни бақыланатын, зерттеліп отырған тақырыптың мақсатымен сәйкес болса, міне осыған өте үлкен назар аударсаңыздар. Рахмет. Гүлхан, тиімді вебинар болды деп айтасыз, сіздерге рахмет. Сабақты зерттеу барысында диагностикалық бақылаудың маңызды екенін байқадым. Рахмет. Белсенді қатысып отырғандарыңызға сіздерге рахмет. Тағы да өзекті сұрақтарыңыз болатын болса, қойыңыздар. Уақытымыз әлі бар. Вебинар материалдарын сіздер ала аласыздар, қолжетімді. Өздеріңіздің оқыту дәрістеріңізде сабақты зерттеу тәсілін ендіруде көмекші құрал ретінде, яғни оқыту, зерттеу тобы, жұмыс тобы дейміз. Міне сол командаңызбен жұмыс жасаған кезде осы материалдарды толығымен қолдана аласыздар. Сабақты зерттеу тәсілі қазір міндетті болып отыр, яғни барлық мектептер осы тәсілді ендіру керек, зерттеу топтары құрылу керек. Осы топты құру барысында міндетті түрде өзекті мәселелер анықталып, сол мәселеге қатысты
қандай зерттеу жұмысын, қандай тәсілді зерттейсіздер, қалай зерттейсіздер, қалай бақылайсыздар, осының бәрі алдын ала дайындық жұмыстарында жоспарлану керек. Соған назар аударсаңыздар. Келес ауданы сіздерге рахмет қатысқандарыңыз үшін. Осы Қонаев мектебінде зерттеуді, сабақты зерттеу тәсілін ендіруде осы материал сіздерге көмекші болады деп сенемін. Бақылау тиімділігін қалай анықтауға болады? Әрине, бақылау тиімділігі сіздің жинаған деректеріңізге қатысты болады. Себебі сіз бақылау барысында анықтаған деректеріңіз сіздің зерттеуіңізге ықпал ететін болса, сіздің бақылауыңыздың тиімді болғанын анықтауға болады. Егер сіздің жинаған деректеріңіз талдау барысында бақыланып отырған мәселе, то есть зерттеліп отырған мәселеге қатыссыз болатын болса, әрине сіздің бақылауыңыздың тиімсіз болғанын анықтауға болады. Егер сол тиімсіз болған болса, сіз келесі зерттеу сабағында сол бақылаудың басқа түрін қолданып көріңіздер. Сіздерге бүгін бірқатар түрлері ұсынылды, яғни бақылаудың түрін, бақылау форматын өзгертіп, келесі бақылауда сондай өзгерістер ендірсеңіздер болады. Так, бірақ материалыңызды жүктеп алдым. Так, жаңа басында естіліп тұр ма деп мен сұрадым. Баян Сұлу әріптесім, даусыңыз естілмеді дейді. Әрине материалды ала аласыз, бірақ басында жақсы естіліп тұр деп маған ақпарат бергеннен кейін мен осы темпте сөйлей бердім. Ізгілік мектебіне де үлкен рахмет. Так, Мадина әріптесінің сұрағы. Зерттеу барысында оқушы өзін бақылаушы ретінде сезінбеу тиімді болады ғой. Дұрыс түсіндім ба? Әрине, бақылау барысында бақылаушы қай оқушыны бақылап тұрғанын білдірмей бақылау жүргізу керек. Бұл бақылаушының дағдысына байланысты болып отыр. Әрине, бір оқушыға ғана, тек сол оқушының жанында ғана жүретін болса, ол бақылаушы, әрине, оқушы ыңғайсыз сезінеді өзі. Жаңа біз айттық қой, осы бақылау үдерісінің әлсіз жағы бақыланушының бақыланып отырғанын сезгені. Сондықтан бақылаушының тағы да бір қажетті дағдысы сездірмей бақылауы. Сол нәрсені үйрену керек. Сондықтан сол сыныптағы мысалға 25 оқушы болатын болса, 25 оқушының бәрінде 3 деңгейге бәрін түгел анықтап алғаныңыз дұрыс. Себебі нақты сол бір оқушы сіздің сол сабаққа, мысалға сіз алдын ала жоспарлайсыз ғой, осы сабақта біз Маратты, Талғатты және Гүлжанды бақылаймыз деп. Сол кезде Гүлжан сабаққа келмей қойды, бақыланатын. Сол ал Гүлжанның деңгейіндегі балалар анықталып тұр. Олар басқа аты белгілі балалар. Сондықтан сіз кез келген басқа баланы бақылай беруіңізге болады. Бақылау дағдысын арттырудың тағы қандай жолдарын ұсынасыз? Енді жалпы бақылау дағдысын дамыту үшін әрине нақты бақылау керек. Неғұрлым сіздің бақылау сұрағыңыз өте нақты, түсінікті болатын болса, сіз нақты деректер жинайсыз. Егер сіздің бақылау сұрағыңыз жалпылама болатын болса, сіз нақты, жақсы, керек, қажетті деректер жинауға қиналатын боласыз. Сондықтан бақылау дағдысын арттыруда зерттелетін сұрағын нақты және зерттеу мақсатын нақты түсініп алу керек. Және соған бағытталған бақылау парақтарын жоспарлауды үйрену керек. Роза әріптесінің сұрағы. Бақылау дағдысын арттырудың тағы қандай жолдары?
жолдарын ұсынасыз дегенге мен осылай жауап берер едім. Сонымен қатар көптеген интернетте көптеген материалдар бар, бақылау дағдысын дамытуға тренингтер бар, керемет қысқа уақыттарға арналған. Міне соларды қолдансаңыздар болады тест ретінде. Керемет тесттер бар. Мұғалімдер тұрмақ, оқушылардың өздері өте қызығып көреді, сол тесттерді жасайды. Так, Баян Сұлу әріптесім, сабақты зерттеу барысында 3 деңгейдегі бірнеше оқушыны бір сабақта зерттей аламыз бе, әлде тек 3 оқушыны ғана зерттейміз бе дейді. Бүгінгі таңда біз бір қатар тәжірибелерді білеміз. Мысалға, кейбір мектептерде бүкіл сынып бақыланады екен. Яғни бақылаушылар саны көбейтіледі, немесе сол бақылайтын 3 мұғалімнің өзі де сол деңгейдегі барлық балаларды сабақ барысында бақылайды екен, тек қана бір баланы ғана емес. Ал басым көпшілігінде анықталған 3 баланы бақылайды екен. Енді ол өзіңіздің тәжірибеңіздің деңгейіне қарай, қаншалықты сіз бақылау тәжірибеңіз мықты болатын болса, әрине бүкіл сыныпты бақылауға болады. Әрине алдында үйрену үшін бақылау дағдыларының бойынша тәжірибе жинақтау үшін ең болмаса бір баланы бақылап тәжірибе жинақтау керек деп ойлаймын. Мысалға, жапондардың әдістемесінде бүкіл сынып бақыланады. Ол жерде 3 оқушы белгіленбейді, яғни бүкіл сынып бақыланады. Ал Педдатлидің әдістемесі бойынша 3 деңгейдегі балалар анықталады, солар бақыланады. Мадина, ата-аналарды қатыстыруда тиімді болатын сияқты. Себебі бала түзде басқа деңгейде отбасында өзін-өзін ұстану өзгеше болады. Ол туралы пікіріңіз қандай? Әрине, сіздің сабақтарыңызды бақылауға ата-аналарды қатыстыруға болады. Ол жерде бір кемшілік бар, өйткені оқушы өзінің ата-анасының сабақта отырғанын сезінгеннен кейін ол өзін басқаша ұстауы мүмкін. Әрине, қазір біздің мектептерде ондай жағдай жоқ. Көрінбей сол сабақты бақылауға мүмкіндік болатын болса, ол өте нұр үстіне нұр болар еді. Бірақ ата-аналарға сіздер сол сабақтың бейне жазбасын ұсынуыңызға болады. Сөйтіп ата-аналар өзінің баласының сабақ барысында, оқу барысында қандай мінез көрсететінін, немесе қандай білім көрсететінін, қандай әрекет жасайтынын өз көзімен көре алатын болады. Міне осындай әдістерді қолдансаңыздар болады. Рахмет. Колин Маклауфлиннің бізге ұсынған сабақты бейне жазбаға жазу әдісі дәл осы сұраққа жауап ретінде ұсынуға болады. Және ол тек қана ата-анаға қатысты емес, мұғалімнің өзі де өзінің өткізген сабағын зерттеу үшін, жақсарту үшін сол материалды қайта-қайта көріп, керек жерінде тоқтатып, өзінің әріптестерімен талдап, сол әрекетті, сол әдісті шыңдауға көптеген мүмкіндіктері бар. Яғни бейне жазбар арқылы бақылау тиімді әдістерінің бірі болып есептелінеді. Сұрақтарыңыз болса, тағы да қойыңыздар. Мен ойлаймын, осы вебинар арқылы жалпы оқыту үдерісінде мұғалімдердің бақылау дағдысының болуы, оны дамытуды қаншалықты маңызды екенін біз сіздермен анықтай алдық. Және осы бақылау дағдысын дамыту үшін осы ұсынылған әдістер сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Тағы сұрақтарыңыз болса, қоюға мүмкіндіктеріңіз бар.
Сұрақтарыңыз болмаса, онда осы вебинарға қатысқан әріптестеріме үлкен ризашылығымды білдіремін. Осындай вебинарларға қатысайық, және осы чатта вебинар барысында өздеріңіздің қалайтын тағы да мәселелеріңіз бойынша вебинар тақырыптарын ұсынсаңыздар болады. Сол ұсыныстарыңызды қанағаттандыру үшін біз тренерлер тарапынан вебинарлар сіздерге дайындап өткізуге дайынбыз. Тыңдағандарыңызға, көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше.